Кесесімен бірге желініп кететін ерекше дәмді тандыр нанның дәмімен тағам әзірлейміз. Ұнымыздың үстіне разрыхителімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Суымыздың үстіне тұзымызды қосып, араластырып, ұнымыздың үстіне құямыз. Шамалғанда араластырып жүріп, ерітілген сары майды үстінен қосып, жұмсақ, қолға жабыспайтын, жұмыс істеуге ыңғайлы қамыр илейміз. Бетін жауып, әзірге тындырып қоямыз. Салмасына картоп, пияз, ет және де құйрық май немесе іш май қосып, тұз, қарабұршымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осы арада қамырымыз дайын болды. Қамырымызды теңде 6 бөлікке бөлсеңіздер болады. Мен үлкен 4 және кіші 2 бөлікке бөлдім. Ол қамырымыздың өзін тағы 3 бөлікке бөлеміз. Үлкен, орташа, кіші. Видеода бәрі түсінікті деп ойлаймын. Егер де түсінбей жатсаңыздар, YouTube арнама өтіп, сол жерден асықпай көрсеңіздер де болады. Кесе самса деп тұрады. YouTube каналға шапка профильдегі сілтеме арқылы өте аласыздар. Дәл осылай видеодағыдай жасап аласыздар. Қамырдың үлкен бөлігінің ішіне салмасын саламыз, ортаңғы бөлігін осылай астына келтіреміз де, ең кіші бөлігінен осылай ұзынша етіп жайып аламыз. Кішкентай бөлігін алып қаласыздар, ол қақпағы болады. Одан кейін осылай дәл видеодағыдай 4-ке бөліп, ұзыншалап қолмен созып аламыз, лағман сияқты. Одан кейін лағман құсап созып алған қамырларымызды біріктіріп, өрме сияқты қылып істейміз. Видеода бәрін анық етіп көрсеттім, осылай біріктіріп аламыз. Видеодағыдай сосын оны біздің кесеміздің осындай биіткі бөлігіне сәндеп қоятын боламыз. Жақсылап ұстатып қойыңыздар. Одан кейін осылай жаңағы кішкентай қалған қамырымызды ұстағышы етіп қоямыз. Енді жұмыртқаның сары уызына біраз қасық сүтімізді қосып, жақсылап араластырып, осы кесе самсаларымыздың үстіне жағып шығамыз. Одан кейін үстіне күнжіт сеуіп, 180 градус қызып тұрған пеште 50-60 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Осымен кесе самсамыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Осылай қақпағын ашып, ұсына бересіздер. Енді дәм деген керемет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, жақындарыңызды қуантыңыздар.